Досым, шаруаның бәрі жүріп жатыр. Товар Қазақстан бойынша кетіп жатыр. Болды. Енді екеуміз гүрілдейміз. Бұрын ауылдың ең байы Бақытжан болып өтті. Ендігі ауылдың Бақытжаны біз болып тұрып қоя. Сол үшін алып қою керек. Досым, көрдің бе? Нені? Атаны. Қомаш, қайдағы ата? Ешкім жоқ қонда. Саған демалу керек ем. Нешінші күн ішіп жатыр уже біздер? Кеше 44 болды. Бүгін 45-ші күн ба? Қой, болмайды досым. Болмайды. Ұят болды мынау деген. Ұят болды. 45-нес 50 күнге жеткізу керек қой досым. Кел. Жеткізу керек. Сол үшін. Давай, көтер. Досым, мені қайттырмен. Сен бесен Айнагүлден сұра. Не болып қалды? Атаны көрдім. 50 күн ішсең не только ата, басқа нәрсені де көресің. Ол ішкенен емес. Үйде бірдеңе бар. Бар. Алқаш бар. Ақшасын анда-мында шашып жүрген алқаш бар. Қойша, тапқан таянғанның бәрін саған беріп жатыр. Мазалай бермеші, демалам баршы. Келін дұрыс айтады. Шаңкілдеріңе жап саусыңды. Менің арқамда көтерілдің. Бизнесің жүріп жатыр. Ал мені ұмыттың, Ұмытқан жоқпын, ата. Суретің мін тұр. Қане сурет? Кім алып тастаған? Мен алып тастаған. Бұл сурет көнерген, ескірген деп, лақтып тастаңдар деп. Болды, ата. Сиыр соям, қой соям, садақа берем. Суретіңді дем. Кешірші, ата. Кешірмеймін. Сен адамға жақсы қарауды ұмытқансың. Адамгершілікті ұмытқансың. Енді қоймайтын болсаң, бүгіннен бастап менің бақылауымда боласың. Ата, қойшы, Бақаның менен дым шаруасы жоқ. Неге сен қоймайсың? Егер айтқанды тыңдамасаң, өлесің. Алмасаң, тоқты жөнде жүрші. Болды. Сен айтқан тыңдай, мен сен айтқаныңмен жүрем болды. Қойшын ба? Сен анда-санда өйстіп тоққа түсіп тұрсаңшы, күшті көйлек көрдім, алайықшы. Шай ішесің ба? Қойшы, саған емес, уақыт жоқ, кеттім. Жоқ, досым, ішпеймін. Не болды, аманшылық па? Түсіме, атам көрді, өлесің деп жатыр. Мен айтқан жоқ па әйтеуір? Серьезно айтам саған, досым. Мен айтқанымен жүрмесең, өлесің дейді. Мынауың атаң сөзі емес, мынау Айнагүлдің сөзі ғой, яғни. Қатының айтқан сөздер ғой. Досым, жаңа тоққа тартылып қалдым, бір өлімнен аман қалдым. Ол жайыншейін совпадение ғой. Бізге өлуге болмайды, әлі қаншама шаруа бар. Давай, кел. Ата, ана қара. Ата. Қайда қатырың? Ешкім жоқ қой. Досым, бірдеңе болып жүр маған бар ғой. Маған что-то қаралу керек сияқты. Қаралу керек дейсің бе? По идее бір адам бар. Сыф. Қара дегенің ақ болар. Әртіске ерлік жақ болар. Қарып тұрмын, сені емдеу керек. Сенде әруақ бар. Сенде жаман энергия бар. Дәл айтты ғой. Әруақ деген атаң, жаман энергия деген Айнагүл. Емдейміз. Емдеу керек. Сыф. Емдеу керек. Сыф. Жай. Зато рахат емес па? Енді атаң көзіңе көрінбейтін болады сенің. Жаңа айтты ғой, жаман энергияңды алып тастадым деп. Прикинь, үйге барған кезде Айнагүл 4 күнне кетіп қалса. Чотам досым, енді 50 күн ба? Қуасың ба? 100 күн! Бәсе, досым енді келді ғой. Кеттік. Dostum ki aldırçış. Ой, жоқ, ата келіп қат сияқты.
Ей, қақтырып алдық қой мана келмейтіндей қылып. Давай, тармас етпе досым. Ай, бәрекелді. Красавчик. Көрінген жоқ прикинь. Ей, айттым мен саған. Қой. Ей, бүгін дерсің пландары бар досым. Өзіңе арнайылап дайындап қойған. Ал, 46-шы күн құтты болсын. Жоқ, қыздар, кеттік па Бурабайға? Или сразу Турцияға ма? Қазақстанды бітіріп алып та, ұятты. Мен қазір келем. Қайда кеттің Алмасик? Туалетке сиіп келуге чө барасың ба? Мен саған не дедім?